арусың, болашағың жарқын болсын. Мен тағы бір кішкене қосымша айтқым келеді. Өткенде ғана бір инстаграмға жаздым. Жалпы еркек мықты болса, әйел де мықты болады, әйел мықты болса, еркек те мықты болады. Бұл енді табиғи заңдылық, біз бір-бірімізге солай тікелей байланыстымыз. Кезінде осы Қарағанды облысында Ұлытау жерінде 40 мола деген не бар, 40 қыздың моласы деген жер бар. Мен соны жақында естіген кезде, мен қыздарымыздың осындай өжеттілігін, рухтарын, намыстарын естіп, мен кәдімгідей бір көзіме жас алғандай болдым. Сонда қазақ пен жоңғарлар соғысып жатқан кезде қазақ ауылының барлық еркектері, ұлдары, балдары барлығы сол жоңғарлармен соғысқа кеткен кезде жоңғарлар мына жақтан келіп, жаңағыдай әжелеріміз бар, бала-шаға бар, қатын-қалаш қалған ауылға келіп оп-оңай баса алады да, бүкіл азық-түліктерін, малдарын, байлықтарын бәрін алып алады да, содан білгендерін жасайды. Сонда жаңағы жоңғардың уәзірінің басшысы айтады ғой, біз енді құр кетпейік, мына қарашы, қандай қыздар, осы әдемі қыздардың ішінен 40 қызды бізге таңдаңдар, елге алып кетеміз да, бұлардың бәрін қатынға саламыз дейді, қатын қылып кетеміз дейді. Сөйтіп те барлығы 40 қызды қамап алады да, жаңағыда осындай бір ғимараттың ішіне алдарынан бәрін жауып тастайды. Сонда барлығы сықсып, еңіреп жылап жатқан кезде ішінде бір қыз бас көтеріп айтады ғой, қыздар, менің әкем, менің аға бауырларым барлығы жоңғарлармен соғысып жүргенде, біздің ар-намыс үшін, біздің жеріміз, еліміз үшін олар соғысып жүрген кезде, мен қайдағы жоқ бір жоңғардың қатыны болмаймын. Мен одан да өлгенім артық дейді. Сонда барлығы жаңағыдай бір ауыздан мен де өлем дейді. Ал енді қандай амал жасаймыз дейді. Сонда жаңағы қыз шығып, уәзірдің басшысына жолығуға, жаңағы жоңғардың әскер басшысына жолығуға рұқсат сұрайды. Сонда жолыққанда айтады ғой, көкетай, біз кетіп бара жатырмыз, енді бұл жерге қайтып келмейміз, біз саған қатындыққа кетіп бара жатырмыз. Біздің бір ғана тілегіміз бар, соны орындап берші дейді. Ол қандай тілек деген кезде, ауылдың маңында көл бар, сол көлге барып біз шомылайық, жуынайық, шайынайық, осы туған жерден қош айтысып, таза күйінде кетейік дейді ғой. Сонда енді қайда барады дейсің бұлар? Жарайды, шомылсаңдар шомылып қайтыңдар дейді. Сонда 40 қыз жаңағы көлге келіп бір-бірлерінің қолынан ұстап, біз арымызды ешкімге сатпаймыз дейді. 40 қыз бір-бірінің қолынан ұстап, сол көлге батып өледі. Соны естіген кезде, уәзірдің жаңағы жоңғар басшысы естіген кезде кәдімгідей шошып кетеді ғой. Айтады, мына елдің қыздары осындай ар-намысын жоғары қойып, осындай ерлікпен қаза тауып жатқан кезде мен елестете алмаймын. Мына ауылдың еркектері келмей тұрған кезде қашайық дейді ғой. Солай қашып кетті. Яғни біздің қазақтың қыздары сондай болған. Енді жоқ деп бәріне топырақ шашуға болмайды. Міне нағыз жаңа айтып жатырмыз ғой, ерлікте, өжеттілікте, табандылық, еңбек барлығы осы еңбек өзіңнің бойында табылады. Алла ұзағынан берсін, еңбек еткен жемісің жемісті болсын, тек жалғыз өзіңіз емес, бүкіл қазақтың қыздары бір нәпақасын теріп жейтіндей, керегін алатындай сондай бір жеміс болсын деп тілек айтып сізге арнайы қалқандармен осы үйдегі жеңгемізге апарып береміз, сізге оқуға болмайды. Рахмет, баршаңызға сәттілік. Оқуға